Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Қыздар, бүгін осындай керемет печенье пісірудің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Үйдегі бар азық-түліктен жасай салатын печенье. Және де өте жылдам дайын болады. Бір 20 минуттың ішінде осы печеньені пісіріп тастауға болады. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыз. Достарыңызбен бөлісуді ұмытып кетпеңіз. Бұл печеньені дайындау үшін маған бір жұмыртқа қажет болды. Бір жұмыртқаға 100 грамм шекер саламын. Оның үстіне 120 грамм сұйық май. Жақсылап араластырып аламын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз, жарай ма? Сосын жарты шай қасық қобызтқыш саламын оның ішіне. Және 200 грамм ұн. Ұнды салып, араластырып, осылай жақсылап қамырымды илеп алатын боламын. Қамыр өте жұмсақ болып иленеді және қолға жабыспайды. Керемет бір әдемі болып иленіп шығады. Мінекей. Егер де сіз порциясын үлкейткіңіз келсе, жаңағы қосқан заттарды 2 еселеп салсаңыз, печеньенің көлемі жаңағы 2 есе көп болып шығады. Сосын осылай домалақтап аламын да, противенге пергамент қағазын төсеп, домалақтап, кішкене ғана жалпайтып, формасын келтіріп, бәрін осылай жасап аламын. Өте дәмді печенье. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Осылай бәрін жасап аламын. Көріп тұрғандарыңызда қолға да жабыспайды, өте керемет қамыры әдемі болып шықты. Бәрін жасап алып, үстіне осындай вилкамен кішкене узор салып жіберем. Енді оны бұл вилкамен узорды міндетті түрде емес, ол өздеріңіздің қалауларыңызбен. Болмаса басқа бір узор салсаңыздар да болады, үйлеріңізде формочка бір нәрсе болса. Духовкада 180 градуста 10 минутта пісіп шығады бұл печенье, қыздар. 10 минуттың ішінде піседі. Сосын піскен соң печеньені суытпай, ыстықтай осылай шекерге батырып алыңыз. Егер печенье суып қалатын болса, шекер печеньенің бетінде жабыспай қалады, қыздар. Суытпай жабыстырасыздар. Осылай дайындап алдым. Шайым да қайнап қалды, печенье пісірем дегенше. Өте керемет, жылдам дайын болатын печенье. Және дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіз. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басқаныңыз үшін сізге көп рахмет. Менің арнамнан алыстамаңыз. Асыңыз дәмді болсын, сау саламатта болыңыз.